Соңғы уақытта көп балалы аналар мен жағдайы төмен отбасыларға қатысты түрлі мәселелер көпті алаңдатқаны рас. Алайда, оларға мемлекет тарапынан бөлек әлеуметтік жағынан қол ұшын беріп жатқан қайырымдылық ұйымдардың да қатары аз емес. Солардың бірі Садақа қайырымдылық қоры. 2008 жылы құрылып, мейірімді жандардың басы біріккен бұл ұйымның атқарып жатқан игілікті істерімен танысу үшін бүгін Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев арнайы сапармен келді. Министр Садақа қайырымдылық қорының ықпалымен аудан орталығы Қаскелең қаласының маңайында орналасқан шағын қалашықтың тұрмыс-тіршілігімен танысып, аталмыш қордың атқарып жатқан бірқатар игі бастамаларына көз жеткізді. Бердібек Машбекұлы алдымен Садақа қорының ықпалымен мемлекеттік жекеменшік серіктестік аясында салынған баспаналарға кіріп, тұрғындардың жай-күйімен танысты. Жалпы, осындай тұрғын үйге мұқтаж жандар біз айтып отырған қайырымдылық қордың тіркеуінде міндетті түрде болуы керек. Ал Садақа қоры өз кезегінде әлеуметтік тұрмысы төмен сол отбасылардың аяғынан нық тұрып кеткенше баспана сыйлайтын болады. Солардың бірі Семей қаласынан көшіп келген 3 баласы бар Гаухар Кенжебекова. Қазіргі таңда Гаухар осы қалашықта орналасқан тігін цехында қызмет етіп, тұрақты жұмысының жемісін көруде. Бүгінде 13 үйдің іргесі қаланған қалашықта 140 адамы бар 33 отбасы өмір сүріп жатыр. Қайырымдылық қордың алға қойған мақсаттарының бірі осындай тұрғындарға баспана сыйлаумен қатар, олардың коммуналдық төлем ақыларын бала-шағаларының мектепке апарып алып келуін қамтамасыз етеді. Арнайы сапармен келген министр Бердібек Сапарбаев Садақа қорының осы қалашықта орналасқан 4 тобы бар 70 бүлдіршінге арналған балабақшаны аралап, қызметкерлермен тілдесіп, балалардың ұйықтауға арналған 4 қабатты төсегіне де ерекше назар аударды. Бір айта кетерлігі, бұл жатар орын осы қайырымдылық қордың жеке авторлық ойлап тапқан өнімі. Министр сондай-ақ құрылыс, шеберхана, тігін цехтарының жұмыс барысын көріп, отандық өнімдерге көңіл аударды. Бұл жұмыс орындары осында тұрып жатқан адамдардан бөлек, қалаға жақын орналасқан елді мекендерде тұратын жұмыссыздарға да арналған. Жұмыспен қамтамасыз ету жайлы Садақа қайырымдылық қорының директоры Нұролла Қазмағамбетов қордың өзге де жобалары жайлы айтып өтті. Қордың қарамағында жанар оңалту орталығы жұмыс атқарады. Оңалту орталығының ең басты негізгі мақсаты көз жанарынан енді ғана айырылған зағип жандарға әлеуметтік психологиялық көмек көрсету. Біздің қор тағы да бір проект жүзеге асырып жатыр. Ол техникалық мамандық беру. Оның ішінде шаш тараз, кондитер повар, тігінші, массаж курстары оқытылады. Аталған мамандықтар жарты жыл ішінде оқытылып, даярлық курстан өткендерге арнайы сертификат табысталады. Ал қайырымды істерді мақсат еткен бұл ұйым өз тарапынан сол мамандық иелерін жұмысқа тұрғызып қана қоймай, кәсібін одан әрі жандандыруына қаржылай көмектеседі. Садақа қайырымдылық қоры осындай көз қуантарлық істерден бөлек, қазіргі уақытта көмекке зәру тұрмысы төмен 55 отбасына ай сайын 20 мыңнан 75 мың аралықта қаржылай көмегін де білдіріп жүр. Олардың арасында көп балалы және жалғыз басты аналар, жетім жесірлер мен мүгедек жандар да бар. Өз сөзінде Бердібек Машбекұлы аталмыш қордың атқарып жатқан қайырымды істерін елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында да келешекте жүзеге асыру керектігін айтты. Сюжетті дайындағандар Атлана Исаева және Дидар Мұхамадиев.